16-шы есеп теңдеудің шешімдерінің қосындысын табыңыз дейді. Неге шешімдерінің дейді? Демек, бұлда бірнеше шешім бар. Шынымен де модульдік теңдеуде екі шешім болады, қарапайым модульдік теңдеу болса. Енді қараңыз, мына модульдің ішіндегі нәрсеге көңіл бөлмей қойыңыз. Бір нәрсенің модулі тең болады 5 дейді. Сұрап жатыр, қандай сандардың модулі 5-ке тең болады? Әрине, плюс 5-тің немесе минус 5-тің модулінен ғана 5 шыға алады. Сондықтан модульдің ішінде тұрған өрнек плюс 5-ке тең болуы мүмкін, немесе минус 5-ке тең болуы мүмкін. Осыны екі бөлек жазам. 2х минус 1 модульдің ішінде тұрған өрнекті көшіріп жазам. Екі рет. Біреуінде плюс 5-ке теңестіремін, екіншісінде минус 5-ке теңестіремін. Бұл қарапайым теңдеулер, модульсіз оны шығара аласыздар. Минус 1 плюс 1 болып кетіп қалады оң жаққа. Бірінші жағдайда 5-ке 1 келіп қосылса 6 болады, x тең 3 болады. Бірінші шешім. Екінші жағдайда минус 5-ке 1 қосылса минус 4 болады, минус 4-ті 2-ке бөлсеңіз x тең минус 2. Енді осы екі нәрсенің осы екі шешімнің қосындысын табыңыз дейді. 3-ке минус 2-ні қоссақ, әрине 1 болады. Жауабы